Келесі рецепт жазу үлгісі ол ампула. Рецепт деп жазып аламыз. Енді ампуланың ішінде бізде көбінесе сұйықтық болады. Мысалы, лидокаинді алатын болсақ, лидокаин деген бізде жергілікті анестетик. Соның ішінде бізде сұйықтық болады. Біз оны сұйықтық екенін көрсетеміз. Солюцион есеп жазамыз, сол деп қысқартамыз, сосын препараттың атын жазамыз. Лидокаини. Лидокаини 2%, 2 мл. Енді біз қанша лидокаин ампуласы керек екен жазамыз. Мысалы, дозасын. Даталес, дузес, номері 5, 4, 10 мысалы. 8, 10 деп жазайын. Енді сосын бұның ампула екенін көрсету керек біз. Біз жазамыз in ampullis деп. In ampullis. In ampullis деп жазуға болады, немесе қысқартып in amp деп жазуға болады. Жерге толық жазудың қажет емес, in amp деп жазамыз, сосын сигна деймізді. Мысалы, жаңағы антибиотикті ертуге деп жазуға болады. Мысалы, антибиотикті ертуге деп. Мысалы, көптеген антибиотиктер бізде лидокаинмен бірге салынады. Мысалы, цифазолин. Соны лидокаинді антибиотик ерту үшін біз тағайындаймыз.